Ассалаумағалейкум. Бүгін біз сіздермен пирожкиге тест дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт, дрож, секер және ұн қажет. Барлығын араластырып жылы жерге қойып қоятын боламыз. Апарамыз көтерілді. Ыдысымызға жылы су немесе жылы сүтімізді қиып, апарамызды қиып, тұзымызды, қаймағымыз, ертілген майымызды, жұмыртқамызды барлығын араластырып, жақсылап ұнымызды салып, біркелкі тесті болғанша илейтін боламыз. Тестіміз дайын. Енді сәл үстіне майымызды құйып, жан-жақтарына, барлық жеріне жағып шығып, бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Міне менің тестім дайын болды. Жылы жерде 1,5 сағаттай тұрды. Пирожки немесе пирогтарға пайдалансаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассаляму алейкум.